Sizin at jönünüz қалай еді? Әшкебек Құлман. Сіз қай жерден келдіңіз? Түркістан. Түркістан келдіңіз. Мен аласың мені? Бұл біздің жолдасымыз. Бұл кісі 200-ге келген дәуірде криз болып тұрады. Бұл кісіге біз жақсылап түсіндіру керек. Бауыр тазалау керек, диетаны түсіндіру керек, барлығын айтқан бұл кісі өте жақсы түсіндірді. Біздің жолдасымыз айтты, бұны қайтару керек. Инфаркт болмайсыз, инсульт болмайсыз. Қазір адамдар бірден өліп қалады. Мен тележолдасым айттым. Құл үстінде 200 мен жүретіміз бірден кетеді қазір. Көбіміз жақсымыз болады. Нәрсе дұрыс. Қалай бұл жағдайыңыз? Иә, дұрыс. Осы 10 күн бұрын келдім. Онда 200 давлениемен келдім. Негізі соңғы жылдары мен давлениеде повышендар 200-220 жүрген. Еш істей алмағам. Негізі учетта мен 2005-тен бері алғам. Бірақ осы повышен давлениемен. Ешқандай стабильно түсіп нәтижелер емес. Соны елден сұрап, осы клиникаға келіп, жаңағыдай іш тазалау, асқазан тазалау, бауыр тазалау, бүйрек тазалау, осы сонымен айланысып, менің барлық мүшелерім дұрыс екен, тек қана соны істемеген екен. Соған ем жасап, бүгін 10-ші күн шығып бара жатырмын. Оны өлшегенде 120-дан 80-ге түсті. Ол көптен бері болмаған нәрсе. Әрине адам өзіне қарап тұру керек екен. Бар нәрсені тамақты рет-ретімен не жеу керек, жемеу керек. Соған ғана бейін жасау керек. Оған лекция оқылады. Не жағында зиян, не жағында соның бәрін айтып түсіндірді. Дегенмен де сәл өзімізге де байланысты. Тамақты жеу, тамақ жеу мәдениеті, өзді-өз күтіну, спортпен жеңіл-желіп айланысу, солармен жақсылап тұрса, нормада бұл түрі бар. Химияның керегі жоқ. Ешқандай химия керегі жоқ. Тек қана жаңағыдай шөп дәріменен жаңағыдай тазалап, осындай жаңағы нәтижеге жеттім. Бүгін енді Құдай қаласа шығып жатырмын, выпискаға шығып жатырмын. Енді келесі келіп жатқан пациенттердің бәріне аманшылық осы жақсы емделіп кетуіне тілектеспін. Осы клиниканың айтқан нұсқауларын тұпа-тура ұстап отырсаңыздар, емделуден айырыласыздар. О, өте дұрыс.